Самұрық-қазына мүмкіндіктері шектеулі спортшыларға демеу көрсетуде. Биыл қор тарапынан еліміздің Паралимпиада комитетіне 70 миллион теңгеден астам қаражат бағытталып отыр. Өздеріңіз білесіздер, көптеген мүгедек бар. Менің білуім бойынша 15 мың адам 15 мың мүгедек спортпен айналысады. Осы адамдарға бәрін көмектесіп, осы кісілерге жағдай жасап, өзімізге сондай бір пайда табайық деп, өзіміздің бір парызымыз ретінде шештік. Жыл соңына дейін халықаралық деңгейдегі 15 сайыс өткізілмек. Отандастарымыз жүзу, жеңіл атлетика, биатлон мен пауэрлифтинг сынды спорт түрлерінен күш сынауға даяр. Бұл орайда ұлттық әл-ауқат қорының көрсеткен көмегі аса орында. Өте қажетті де, адамгершілік жағынан да, жалпы әлеуметтік жағынан да өте қажетті. Денсаулық шектеулі азаматтардың арасындағы спортты дамыту. Біріншіден осы Самұрық-қазына әл-ауқат қорына шын жүректен осы бәр спортшылардың атынан алғыс айтқым келеді. Самұрық-қазына мен Паралимпиада комитеті арасында келісім шарт бекітілді. Осы сәттен бастап саланың жаңа даму сатысы басталуы тиіс. Алғашқы тарту заманауи арбалар. Алайда шешілуге тиісті мәселелер әлі баршылық. Денсаулықтарын оздоровительный центрге ең керекті. Денсаулық болса бәрі болады деп ойлаймын. Қазақстандық паралимпиада спортын қолдау үшін Самұрық-қазына қоры 1 жылдық жұмыс жоспарын әзірлеген. Спортшылар болса, алғыс ретінде ел туын биікке көтеруге бел буды. Өйткені мүмкіндіктері шектеулі болғанымен, қайсарлықтары шектеусіз. Қазірдің өзінде олар келесі жылы Сочи қаласында өнер көрсету үшін қызу дайындыққа кірісті.